Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен етпен жасалатын бәліштің рецебімен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен кішкене еттен фарш жасап алдым. 250-300 граммдай фарш болды менде. Сосын аштығы жасадым. 250 грамм сүтке, жылы сүтке, 1 ас қасық дрожж, жарты шай қасықтан қант пен тұз салып, араластырып, бетін жауып 15 минутқа алып қойдым көтерілгенше. Аштығымыз көтерілгенше картофымыз бен жуамызды кесіп дайындап қоямыз, әдемілеп кесіп. Мөлшеріне қарап етіміздің картоп пен жуаны бір данадан қостым. Енді оған фаршымызды салып, үстіне тұз, қара бұрышымызды қосып, және өзімізге ұнайтын специямызды қосып араластырамыз. Және кішкене су қосамыз, сочный болу үшін. Енді қамырымызды дайындаймыз. Оған көтерілген аштығымызды құйып, оған керегінше ұнымызды қосамыз. Ұн менде 400-450 граммдай кетті. Қамырымызды басып, иінін қандырып, мешокқа салып алып қоямыз. Көтерілгенше 40-50 минутқа. Уақыт өткеннен кейін біздің қамырымыз дайын болды, көтерілді. Оны екіге бөліп, екі бөлек қамыр жаямыз. Екі бөлек қамырдың біреуін противенге салып, оның үстіне салмасын жайып, жіңішкелетіп, екіншісін үстіне салып, әдемілеп шеттерін түйіп өреміз. Үстіне бір жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт қосып араластырып, үстіне жағамыз. Үстіне кунжут сеуіп, пеште 180 градуста 40-35 минутта пісіріп аламыз. Аз болсын.